Зікір дегеніміз не? Зікір дегеніміз араптың закара сөзінен шығады. Мағынасы бір нәрсені еске түсіру, оны тілге алу. Ал енді дінде зікір Алланы еске алу, оны ұлылығын жүрекпен сезіну және Құран мен хадистерде келген сөздерді көптеп тілмен айту. Алланы тілмен зікір ету дегеніміз Алланы пәктейтін және оған мақтау айтып, оны ұлықтайтын сөздерді айту. Ал енді Алланы жүрекпен зікір ету, Алланы жаратқан жаратылысына, оның құдіреті мен ұлылығына дәлел болатын құбылыстарға қарап ой жүгірту. Сондай-ақ Алла тағаланың адам баласына әмір қылған бұйрықтары мен оның үкімдерін зерделеу және Алланы жоқтан бар қылған мақлұқтарының сырларын тамашалау. Салауат дегеніміз Мұхаммед пайғамбардың есімі аталған кезде арнайы айтылатын дұға атауы. Салауат Құран кәрімдегі бұйрық бойынша пайғамбарға жарлықау, құрмет, құттықтау, дұға тілеу мағынасында арнайы жасалатын құлшылық түрі. Дұға дегеніміз араб тілінен енген сөз. Ол тілдік жағынан сұрау, шақыру, қалау, жәрдем өтіну деген мағыналарды береді. Ал терминдік жағынан Алла тағаланың құдіретінің ұлылығының алдында құлдың өз әлсіздігін сезініп, оған шынайы ниетпен бет бұрып, мұң мұқтажын өтеуге жәрдем, көмек сұрау дегенді білдіреді.